Абдуллажан Акматалиев. Айтматов бар ағым толып көрінчі чығармасынан үзінді. Ақ кемесі сүзіп келіп алыстан, байге алған чығармачыл жарыштан. Талантына соқтай түшіп жер шары, ата-аныштар қарағанда байғалышқан. Бала тұрат өз атасын сағынып, жомоқтоғы бұғанеге жалынып. Атқын десе марал атып жалтанып, момун чалда ороскулға жағынып. Бала менен бала болып жайдары, күтіп жүрдік ақ кемені біз дағы. Көз алдыға елестелік тартылат, су ішкені маралдардың таңдағы. Момун жүді ұстын сүйреп су кечіп, ороскул bir маселени бүт чечіп. Илип алып мүйізінді бешікті, бұған әжір тоғырашып жер кезіп. Байласа біз да илап қиналдық, бұғанені өлімгө еч қыйбадық. Совет тоғырды трагедия болбойт деп, ақ кемені жата қалып сындадық. Көркөм күчі Айтматовтың сезілмек, миф, легенда реалдылық чечилмек. Чындап келсе чыгармачыл жағынан, Nobel сыйлық ақ кемеге берілмек. Өткенде естеп келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз. Ар бир элдин тили ошол нечен акылман жаралган кымбат мурасы. Адам үчүн эң кыйын күн сайын адам болуу. Сени тааныганда жашап жатканда сен тирүүсүң. Дос кыйынчылыкта да билинет дешет. Менимче бактылуу кезинде да билинет. Элдин өмүрү анын тилинде. Тирүү улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси. Кылымдан кылым өтүп, кыргыз эли жер үстүндө жашап турса, кыргыз тили да жашай берет. Тилсиз улут бобой Чыңгыз Айтматов. Biz varız bir kemederiz. Чыңгыз Айтматов.